тайпаларының бірлестігі құрылған. Олар өздерінің көрші жатқан халықтарын басып алумен қатар Қытай жеріне де шабуыл жасайды. Ғұндар мен Қытай елінің арасындағы соғыс қимылдары 300 жылдан астам уақытқа созылған. Цинь патшалығы өзінің шекарасын қорғау үшін ұлы Қытай қорғанын салды. Қорған 5000 шақырымға созылған, биіктігі 10 метр, әр 60-100 метр сайын күзет мұнарасы қойылған. Ғұн мемлекеті біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырдың ортасында оңтүстік және солтүстік ғұндар болып екіге бөлінді. Оңтүстіктегі ғұндар өздерінің тәуелсіздігінен айырылып, хан әулетінің қол астына түсті. Солтүстіктегі ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырдың аяғында Чжи Шаньюйдің басқаруымен өздерінің тәуелсіздігін сақтап қалу үшін батысқа қарай жылжиды. Оңтүстік Қазақстандағы Қаңлы тайпасының жеріне жетеді. Олармен бейбіт келісімге келіп, Талас өзенінің шығыс жағында көшіп қонуға мүмкіндік алады. Қазақстанның оңтүстік батысы мен Арал бойына ғұн тайпаларының келе бастаған екінші толқыны біздің заманымыздың 1 ғасырынан басталады. Олардың көрсетілген жерлерге келуі, ондағы алаң аз тайпаларын батысқа, Каспий теңізіне қарай ығысуына мәжбүр етті.